Ассаламағалейкум, ардақты көрермен, эфирде иман шуағы хабары. Бүгінгі бағдарламамызды біз даналық мүминнің қазынасы деген тақырыпқа арнап отырмыз. Осы орайда студиямызға мейманымызды шақырған едік, таныстыра кетейін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің маманы Думан Сайфулла келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді тақырыбымыз белгілі. Жалпы даналық дегеніміз не? Осыдан бастайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы бұл даналық мәселесіне келетін болсақ, қасиетті Құранда хикматун деп айтылған бұл даналық мәселесі. Бұл хикматун сөзінің мағынасы ақылдылық, парасаттылық, білімділік деген тілдік осындай мағыналары бар. Жалпы шариғатымызда бұл даналық деп әрбір нәрсені өз орнына қоюды даналық деп айтады екен. Мысалға алатын болсақ, қандай да бір уағыз насихат қылған кезде, қандай ортақ айтып жатыр, қандай адамға айтылып жатыр деген мәселенің барлығын ескеріп сөйлеуді соны даналық деп айтады екен. Жалпы бұл даналық сөзі Құранда екі түрлі келетіндігін айтады ғалымдарымыз. Біріншісі, сол даналық сөзі өзі жеке келеді. Яғни аяттарда жеке өзі келеді аяттың ішінде. Сонда ол әр нәрсені өз орнына қою деген жаңа шариғаттағы мағынасын білдіреді дейді. Ал енді кейбір жағдайда Құран деген сөзбен бірге келеді екен. Мысалы, имам Шафиғи сияқты ғалымдар, егер де даналық сөзі Құран сөзімен бірге келетін болса, онда оны сүннет деп тәпсірлеген екен. Мысалға, юаллимухумул китаба вал хикма деп келеді. Яғни пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, келген төл вазипасы және де айтқан кезде оларға Құранды және де даналықты үйрету үшін. Осы жерде даналық деген сөз ол сүннет деген мағынаны білдіретіндігін айтып кеткен екен. Яғни сүннет деген біз білеміз, ол пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сөзі біріншіден, одан кейін ісі, одан кейін барып құптауы. Қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыздың әрбір сөзі ол даналық болған, әрбір ісі ол даналық болған, сонымен қатар ол кісінің құптауы да, яғни бүкіл сүннеті даналық болып табылады. Жалпы даналықты діни тұрғыда біздер осылай деп түсінеміз. Алла разы болсын. Енді даналық осы туа біте ме, әлде жүре қалыптаса ма? Енді дінімізде кейбір мінездер, кейбір сипаттар бар, ол адамның туа бойындағы болатын қасиеттерден болып табылады. Енді кейбір мінездер жүре қалыптасады. Енді Құранның аяттарына осы даналық мәселесіне қарайтын болсақ, «Ва атайна Лұқманал хикма» деп келетін аят бар. Лұқманға біз даналық бердік дейді. Немесе «Ю'ти хикмата ман яша». Алла Тағала кімге қаласа оған даналық береді дейді. Немесе «Ва ма ю'тал хикмата фақат утия хайран касира» деп келеді. Кімге даналық берілген болса, оған көптеген жақсылықтар берілген болып табылады дейді. Бұл жерде қарайтын болсақ, даналық бұл Алланың қалауыменен қалаған құлына беріледі. Бірақ бұл даналыққа оқу, білім, тәжірибе арқылы жетуге болмайды дегенді білдірмейді. Өйткені жаңағы біз айтып кеткен жоғарыдағы аят қарасақ, юаллимухум ал-китаб вал хикма. Оларға кітапты, даналықты үйрету үшін деп келгендігін көретін болсақ, демек бұл даналықты үйренуге де болады. Демек жаңағы өзі пайғамбарымыздың хадисі бар, мән ятасаббар юсаббирухулла дейді. Кімде-кім сабырлы болуға тырысатын болса, оны Алла Тағала сабырлы етіп қояды дейді. Яғни қандай да бір көркем мінезге, бір жақсылық мінезді қалыптастыру үшін адам баласы оқу арқылы, білім арқылы, жақсылардан үйрену арқылы сол нәрсеге тырысатын болса, ол адамның ниетіне байланысты оның бойында Алла Тағала сол сипатты қалыптастырып қояды екен. Даналық та тура сондай нәрсе. Адам баласы сол нәрсеге тырысу арқылы, талаптану арқылы Алла Тағала өз қалауыменен ол адамға осы бойында даналық сипатын беріп қояды екен. Енді мына даналықтың дініміздегі маңыздылығы қандай? Жаңағы Құранның аяттарын, жалпы пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистерін қарайтын болсақ, даналықтың өте үлкен маңызға екендігін көрсек болады. Мысалы, Алла Тағаланың 99 көркем есім сипаттары бар. Соның бірі әл-хаким деп келеді. Яғни Алла Тағала аса дана. Алла Тағала өзінің жаратылыстарын өзінің даналығыменен,
құдіретіменен жаратқан, Алла тағаланың жаратылыстарынан даналықпен жаратқан, ешқандай да кемшілік таба алмаймыз біздер. Тіпті жаңағы өзіміздің бойымызды қарайтын болсақ, әрбір ағзамыз өзіндік орнына даналықпенен қойылған. Мысалы, Абай атамыздың айтатыны бар: баш жоғары жарылған, мойын төмен, қарашы дене біткен ретіменен істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен деп айтады. Сонда қарап отыратын болсақ, Алла тағала аса дана. Енді осы Алла тағаланың Әл-Хаким деген көркем есімі Құранда тағы да өзге көркем есімдермен бірге келеді. Мысалға, Әл-Алимул Хаким деп келеді екен. Алла тағала бүкіл нәрсені білуші, сонымен қатар аса дана дейді Алла тағала. Немесе Әл-Хаким Әл-Хабир деп келеді. Алла тағала аса дана, толық хабардар деп айтады. Әл-Хабир есімімен бірге. Сонымен қатар Әл-Хаким Әл-Азиз деген есімімен бірге келеді. Көркем есімімен Әл-Азиз деген аса үстем. Осының өзіне қарап отырып, ғалымдарымыз айтады, яғни даналық деген біріншіден бізге білімді алған кезде қажет дейді, оны дұрыс түсіну үшін. Екіншіден, адам хабарды қабылдаған кезде ол даналық қажет деп айтады. Сонымен қатар адам бір жерді басқарған кезде оған міндетті түрде даналық қажет деп айтады екен. Сонымен қатар мынау Алла тағаланың сүйікті пайғамбарларын қарайтын болсақ, бүкіл пайғамбарлардың бойында болатын негізгі сипаттары бар. Соның бірі ол даналық. Яғни Алла тағаладан келген уахиді олар даналықпенен адамдарға жеткізуші болып табылады. Және де мынау пайғамбардың мирасқорлары болған ғалымдар, уағыз насихат айтатын адамның бойына әсіресе осы даналық қажет болып табылады екен. Мысалы қарайтын болсақ, қасиетті Құранда Алла тағала «Уд'у иля сабили роббика бил хикма» деп айтады. Раббыңның жолына даналықпенен шақыр. «Уал мауизатин хасана» дейді. Сонымен қатар көркем уағыз насихатпенен шақыр дейді. Осы жерде тағы да қарайтын болсақ, Алла тағала «Уд'у иля сабили роббика бил илм» деп айтқан жоқ. Яғни Раббыңның жолына біліммен шақыр деп тұрған жоқ. Әрине білім қажет, бірақ бұл жерде даналықпен шақыр деп тұрғанында үлкен бір біздер үшін ғибрат бар. Өйткені білім деген бір ақпарат деп қарайтын болсақ, ол ақпаратты дана адам дұрыс ұсынудың жолын біледі. Яғни кімге қалай айту керектігін біледі, қай кезде айту керектігін біледі. Үлкен адам болса онымен қалай сөйлесу керек, жас баламен қалай сөйлесу керек, өзімен тең дәрежедегі адаммен қалай сөйлесу керек деген сияқты мәселені. Мысалға алатын болсақ, пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, немерелері Хасан мен Хусейн. Екеуі бір күні бір ақсақалды көреді, дәрет алып отырған. Сөйтсе, жаңағы ақсақал дәретін қате алып отыр. Енді екі жас бала ақсақалға барып, сіздікі қате деу, ол жаңағыдай даналыққа да, әдепке де жатпайды. Сондықтан екі бала жаңағы ақсақалға барып айтады: ақсақал, біздің дәрет алғанымызды қараңызшы дейді. Мен менікі дұрыс десем, інім жоқ, менікі дұрыс, сенікі қате деп маған айтып жатыр. Біз дәрет алайық, екеуміздің қайсымыздікі қате, соны айтып беріңізші деп, екеуі бірдей дәрет алады. Сонда ақсақал қараса, екеуінікі де дұрыс болып шығады. Кейін барып ақсақал өзінің қателігін түсініп: балаларым, кешіріңдер, сендер дәретті екеуің де дұрыс алады екенсіңдер, мен қате алып жүр екенмін деп өзінің қателігін түсінген екен. Мысалы, сол сияқты кейбір жерде жұмсақ айту керек болады, кейбір жерде қатты айту керек болады. Пайғамбарымыздың хадистерін қарайтын болсақ, бір кісі маған зинақорлық жасауға рұқсат беріңіз деп келген кезде, енді баршамыз білетін хадис ол, бірақ пайғамбарымыз сол жерде жұмсақтықпенен оған мысал келтіріп отырып түсіндіреді. Яғни анаңмен осы істі біреу жасағанын қалайсың ба? Жоқ. Ал енді әпкеңмен жоқ, қарындасыңмен жоқ, енді біреудің анасы, біреудің әпкесі, біреудің қарындасыменен қалайша бұл іске бармақшысың деген кезде әлгі адам өзінің қателігін түсінеді. Бірақ кейбір жерде қарайтын болсақ, бір адам сол қолмен тамақтанып отырған еді дейді. Пайғамбарымыз оған оң қолмен тамақтануды бұйырады. Яғни мұсылмандықтың әдебінде біздер тамақты оң қолмен жейміз. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сол қолмен тамақтанбаңдар, өйткені шайтан сол қолмен тамақтанады. Сол қолмен сусын ішпеңдер, өйткені шайтан сол қолмен сусын ішеді деп айтады. Әлгі кісіге де сол қолмен тамақтанбай, оң қолмен тамақтаныңыз деп пайғамбарымыз айтқан кезде, әлгі адам тәкаппарланып, пайғамбарымыздың әміріне жаңағыдай менсінбей қарап, жоқ, мен олай істей алмаймын деп, сондай қатты дауыспенен пайғамбарымызға зекіп жауап береді. Пайғамбарымыз олай істей алмасаң істей алма деп қана айтады. Бірақ сол жерде Алланың қалауыменен ол адамның сол қолы
аузына жетпей қалатындай сондай көтерілмей қалатын дәрежеге жетеді. Бұл жерде қарайтын болсақ, пайғамбарымыз қатты болған. Енді зинақорлық үлкен күнә, бірақ үлкен күнә жасайын деп келіп тұрған адамға пайғамбарымыз неге жұмсақтық танытты? Ал енді сол мен тамақтану зинақорлықпен салыстырған кезде әлде қайда бір жеңіл дүние болып көрінеді. Бірақ неге оған қатты болды? Өйткені сол қолмен жей алмаймын деп әлгі адам тәкаппарлықпен қарсы шықты. Ал енді зинақорлыққа рұқсат беруді сұрап тұрған адам, ол зинақорлықтың күнә екендігін білмей келіп тұрған адам болғандықтан пайғамбарымыз оған жұмсақтықпенен түсіндірді. Міне осы жерде үлкен даналық бар. Мысалға, дәрігер дейміз ғой. Сол дәрігерлер қауымында хаким деп айтады, хукама деп айтады, даналар дейді. Неге? Өйткені дәрігер адам адамның қай жері ауырып сырқаттандығына байланысты соған қатысты қандай дәру беру керек екендігін білетін адам. Сол сияқты мынау уағыз насихат қылушы, біреуге насихат айтатын адамда ол адамға не нәрсені айту керектігін жақсы білу қажет. Мысалға, бас ауырып тұрған адамға іштің дәрісін бермейді, іш ауырып тұрған адамға бастың дәрісін бермейді деген сияқты. Жаңадан намаз оқып жүрген адамға өзіндік айтатын бір тақырыптар болады. Намаз оқып жүргендігіне біраз жыл болып қалған адамдарға басқалай насихат айтып қалуы мүмкін. Алла разы болсын. Енді біз жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, хакім деп. Абай атамызды енді хакім Абай деп айтамыз. Бұл да бір даналығының берілген бір баға шығар деп түсінеміз. Енді даналыққа адам баласы қалай қол жеткізе алады? Енді мысалы пайғамбарымыздың айтып кеткен хадисінде иннамал аъмалу бинният дейді, әрбір іс ниетке байланысты дейді. Бұл жерде адам баласында әрбір істі дінімізде өзінің таза ниетіменен, ықыласыменен орындау. Өзі қарайтын болсақ, мынау ықылас деген сөз ахласа дейді, бір нәрсені таза ұстау, өзге нәрсемен кірлетпеу дегенді білдіреді. Имам Ғазали кезінде өзінің ұстазынан естиді екен, шәкірт болып жүрген кезде, кімде-кім 40 күн бойы мешітте 5 уақыт намазды жамағатпен оқитын болса, ол адамның аузынан даналық сөз шығатын болады деген сөзді естиді. Сөйтіп имам Ғазали 40 күн бойы мешіттен 5 уақыт намазды жамағатпен оқиды екен. 40 күн өткеннен кейін ешқандай бір аузынан даналық шығып жатқандығын байқамайды. Сөйтіп ұстазына барып айтады: ұстаз, сіз айтып едіңіз 40 күн бойы мешітте жамағатпен намаз оқыған адамның аузынан даналық сөз шығады деп. Мен 40 күн бойы сол естедім, бірақ бір бойымнан даналық, аузынан даналық сөз шығып жатқандығын көріп тұрған жоқпын деген кезде ұстаз айтқан екен дейді: сен ол 40 күн бойғы намазыңды дана болам деп оқыған екенсің. Ол намазды ықыласпен Алланың ризалығы үшін оқу керек еді ғой дейді. Сол үшін жүрегіміздің дерттерден, рухани дерттерден таза болу аса маңызды. Абай атамыздың осы жерде жақсы айтатындығы бар: жүректің көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі дейді. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі деп айтады. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағыдай адамның жүрегі осындай дерттерден тазаланған кезде, оның жүрегінде хикмет, оның жүрегінде даналық пайда болады екен. Сонымен қатар қарайтын болсақ, мынау Құран аяттарын ойланып оқу. Бұл да адамды даналыққа жетелейтін үлкен істердің бірі. Өйткені Құран бұл дана болған Алла тағаланың кәлам болып саналады. Құранда айтқан кезде, мысалы Ясин, оның ұғымын Алла біледі. Бірақ екінші аятында уәл Құранил хаким дейді. Дана Құран менен Алла тағала ант етеді. Осы Құранды ойланып оқу адамның бойында даналық пайда болуына себепші болады. Мысалға қазақта сөз бар: ойнай берсең бала боласың дейді, ойлай берсең дана боласың деп айтады екен. Сонымен қатар мынау дана адамдардың сол даналыққа қалай жеткендігі жайында, олардың насихаттарына құлақ тұру. Мысалға Лұқман Хаким дейміз. Құранда Лұқман Хакимнің өзінің ұлына айтып кеткен өсиеттері бар. Сол өсиеттерге құлақ асу. Лұқманның өзінен кезінде, мысалы Лұқман сондай дана болған, адамдар оның айналасына жиналып, әрбір сөзіне сондай мән беріп тыңдап отырған көрген бір кісі өтіп бара жатып, Лұқман танып қояды. Лұқманды танып: ей Лұқман, сен кезінде бәленше деген қауымның қойшысы емессің бе дейді. Иә, мен солмын дейді. Сені адамдар соншалықты мән беріп тыңдайтындай, сені соншалықты жақсы көретіндей, бұндай дәрежеге қалай жеттің деген кезде Лұқман бірнеше амалдар дейді. Сонда айтқан екен: мен өзімнің көзімді арам нәрсеге қараудан сақтадым дейді.
тілімді жаман сөз айтудан сақтадым дейді. Ұятты жерімді күнәлі істен сақтадым. Аманатқа қиянат жасаған жоқпын. Өзіме қатысы жоқ іспенен айналысқан жоқпын деп айтады екен. Осы істер мені қазір сен көріп тұрған жағдайға алып келді деп айтады. Осындай нәрселерге мән беру, қарау, дана адамдардың өмірімен танысу да адамды даналыққа жетелейтін істердің бірі болып саналады. Сонымен қатар қарайтын болсақ, мынау тек пен тәрбие деген нәрсе бар. Мысалға, Жүсіп пайғамбарды айтқан кезде, сенің бұрынғы аталарың Ибрахим, Исхақты пайғамбар қылғандай Алла Тағала сені таңдап саған нығметін толықтандырды деген Құранда аят бар. Сонда жаңағыдай бұл тек деген өте мықты нәрсе ғой. Мысалға, шірімес алтын жерде жатқанменен дейді. Қанша сақталған алтын болсын, оны сәл сүртіп жерсеңіз жылтырап шыға келеді. Сол сияқты тегінде осындай даналар болса, ол адамның сәл талатпанып жерсе, оның басқа адамдардан гөрі бойында осындай бір жақсы сипаттардың қалыптасуы оңайырақ болып табылады. Мысалы, өзіміздің қазақта да бар. Мысалға, Абай атамызды алатын болсақ, оның әкесі Құнанбай, одан кейін Өскенбай, Ырғызбай, барлығы осындай елге билік айтқан, сондай текті әулет болған. Немесе басқа да қазақта көп, мысалға Ақтайлақ би дейміз. Оның әкесі мысалға Байғара деген би болған. Оның әкесі Құттыбай деген би болған. Оның әкесі Нарынбай болған деген сияқты осындай тектілікте өте маңызды. Сонымен қатар тектілікпен қоса жаңағыдай тәрбие беру, өзі де талаптану. Мысалы, сол жаңа Абай атамызды тілге тиек етіп кеттік. Шынымен де Абайды айтқан кезде Хакім Абай деп айтамыз ғой. Ол жерде Құнанбайдың да тәрбиесі өте үлкен. Жастайынан медресеге берді. Одан кейін мысалы қазақта ең үлкені жер дауы мен жесір дауы деп айтады. Абайды кішкентай күннен бастап осы мәселелерге араластырып, шынықтырып өсіргені бірден бір Абайдың тәрбиесіне үлкен әсерін бергізген. Мысалы, Абай жолында да келеді. Борсақ деген кісі дүние салды дейді. Ол кісінің бір азғантай жері бар еді дейді. Ол жерін өзінің жақыны Құлыншақ деген кісімен бірге шауып отырады екен. Жаңағы борсақ дүние салғаннан кейін жаңағы жердің меншігі Ақберді деген кісіге өтеді. Енді бірақ Ақберді қорқақтайды. Неге? Жаңағы борсақтың жақыны Құлыншақ, анау менің жақынымның жері, мен де шабуым керек оны деп ертең дау шығарама деп. Осы мәселені кім шешеді деген кезде 13 жастағы Абайды Құнанбай жаңағы Құлыншаққа жібереді. Сонда жаңағы 13 жастағы Абай Құлыншаққа барып мәселені айтады. Бірақ Құлыншақ жас баланың сөзіне мән бермейді. Сөйтіп айтады, сенің әкең білем екен, менің жақыным борсақ тірі кезде ол жерді мен шауып отыр едім жартысын деген уәж айтады ғой. Сонда Абай айтады, дұрыс, әкем барлығын біліп отыр дейді. Бірақ аға дейді, меншік бар және де келісім бар ғой дейді. Меншік сіздің жақыныңыз борсаққа тиесілі болған кезде сіз келісім арқылы шауып отырсыз. Ал енді меншік Ақбердіге өткеннен кейін ол келісе ме келіспей ме, ол оның өз мәселесі дейді. Сонда жаңағы жас баланың үлкендерше сөйлеп тұрғандығына тәнті болған Құлыншақ, балам дейді, сен аттың иесі қаласа мінгестіреді, қаламаса мінгестірмейді деген сөз айтып тұрсың ғой дейді. Сөйтіп өзі ақын кісі болады да, Құлыншақ Ақбердіге Құдай бақ берді деген сөз айтады. Сонда ананың сөзін Абай іліп алып кетіп, бақ бергені қалай, борсақтан қалған аз жерді менікі деп тап берді дейді екен. Көрдіңіз бе? Яғни бұл өте үлкен даналық сөз. Жаңағы адамның өз тілінде өлеңмен айтқанға өлеңмен жауап берді. Осындай нәрселерді қарайтын болсақ, үлкен даналық бар. Мысалы, пайғамбарымыз айтқан инна минаш-шиғри ал-хикма дейді. Расында мына қара өлең, ода да даналық бар дейді. Пайғамбарымыздың кезінде де өзінің ақындары болған. Ханса деген, Кааб ибн Малик деген сияқты. Сол сияқты біздің би шешендеріміз, жырауларымыз сөздеріне қарайтын болсақ, үлкен даналық үйренсек болады. Мысалы, өлең сөздің патшасы сөз сарасы қиыннан қиыстырар ер данасы деп айтады ғой. Сонда жаңадай нағыз шынайы терең мағынаға сай құрылған өлеңді ол ердің данасы ғана шығарады деп тұр. Одан кейін барып қарайсақ, дұға етуді де адам баласы ұмытпауы қажет. Өйткені пайғамбарымыздың дұғаларын қарайтын болсақ, көптеген жақсылық қасиеттерді, көркем мінезді, ықыласты Алла Тағаладан сұрағандығы, немесе жаман мінездерден сақта деп сұрағандығы бар. Мысалы, Ибн Аббасқа пайғамбарымыз кішкентай күнінде
аллимху аль-хикма деп дұға қылған екен. Я Аллам, бұл балаға даналық үйрете көр дейді. Ибн Аббас шынымен де өскеннен үлкен дана, пайғамбарымыздың сондай хадистерін жеткізуші, Құран аяттарының мағынасын адамдарға түсінуші үлкен ғалым болып ер жетеді ғой. Мысалы Ибн Аббас өзі бір күні сабақ беріп отырған кезде бір кісіге айтады екен, сұрақ қояды шәкірттерінің көзінше, адам өлтіргенді Алла кешіре ме дейді. Сонда Ибн Аббас сабақ беріп отырып сабағын тоқтатады, әлгі адамның жүзіне қарайды да, шынайы тәубе етсе кешіреді дейді. Әлгі адам кетіп қалады. Ибн Аббас сабағын жалғастыра береді. Біраз уақыттан кейін тағы бір адам келеді де дәл сол сұрақты қояды. Адам өлтіргенді Алла кешіре ме дейді. Әлгі адамның жүзіне қарайды да, Ибн Аббас айтады, кешірмейді деп айтады екен. Әлгі адам кетіп қалады. Шәкірттері таңғалады. Я ұстаз, екі адам келді, екеуінің қойған сұрағы да бір еді дейді. Бірақ неге жауабыңыз екі түрлі болды дейді. Сонда Ибн Аббас айтады екен, бірінші келген адамның жүзіне қарадым дейді. Ол адамның бойынан бір өкініш көрдім дейді. Демек ол кезінде бір адамды өлтіріп қойған адам болуы мүмкін. Сол үшін де ол үмітсіздікке түспес үшін шынайы тәубе етсе кешіреді деп айттым дейді. Ал енді екінші адамның жүзіне қараған кезде оның бойынан ыза менен кек көрдім дейді. Яғни біреуге ашуланып өлтіруге бара жатқан адам болуы мүмкін. Сол үшін де оған кешірмейді деп айттым дейді екен. Міне дана адамның жауабы осындай болады. Алла Тағала береке жақсылығын беріп, баршамыздың бойымызда осындай жақсылық, ізгі, даналық атты сипаттардың қалыптасуын нәсіп қылсын иншалла. Амин. Алла разы болсын. Айтқаныңыз келсін. Шын мәнінде бүгінгі даналыққа арналған хабарымыз өзінің мән мақсатын толық орындады деп айта аламыз. Қадірлі бауырлар, бүгінгі студиямыздың қонағы болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің маманы Думан Сейфолла ұстазға Алла разы болсын, рахметімізді айтамыз. Біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Ел аман, жұрт тынышта, қайта қауышқанша.